У нас нет задач. В целом просто хочется поговорить, попробовать тебя раскрыть с каких-то сторон. Там, потому что, мне кажется, ты в этом году точно хедлайнер. Один из важных хедлайнеров этого года. Стесняешься? Аха. Да. Ладно, что сделать, чтобы ты не стеснялась? Білмеймін, олай айта бермеңіздер. Мақтай бермеңіздер. Мақтай бермейік па? Жарайды. Вообще я не слушаю, по идее, тебя. С чего начать, да? Мақтай бермей қояйық. 1, 2, 3. Я еңлік көп рахмет. Бұл замандас келгеніне біз өте қуаныштымыз. Осы жылы бұрыннан бері айтып тұрмын, осы еңлікті бір эпизодқа замандасқа шақырсам деген оймен жүрдім. Сол енді уақыт келген сияқты, өйткені негізінде осы жылдың мен мақтама деп айтын сөзіңіз, бірақ мақтап қояйын, осы жылдың менің ойымша енді бір үлкен бір хедлайнер, да, главная звезда этого года. Я думаю, что да, главная звезда сцены этого года. Еңлік, проект Еңлік. Өзіңді былай қалай позиционировать етесің? Өзімді көбірек әртіс ретінде көргім келеді. Тек қана рэпер немесе әнші емес. Тағы да ойлаймын емес, өзім көп қалай айтсам болады, мүмкіндіктерім бар сияқты сезінемін, және соларды музыкада болсын, басқа жақта болсын көрсеткім келеді. Музыкамен бұрыннан бері айналысып жүрсіз ба? Кішкентай кезінен ба? Айналыстым дегенде қызықтым кішкентай кезімнен. Сосын мектеп кезінде де концерттерде айтатын. Сосын мамандық таңдаған кезде мұғалімдікті таңдадым. Ағылшын пәнін. Одан кейін универде жүрген кезде вокалға бара бастадым. Сол кезде бәрі басталды деп айтса болады. Сол кезде қатты қызығушылығым оянды. Сосын 2018-2019-да өзімнің әндерімді шығарғым келді. Бірақ бір қалай айтсам болады, жолым болмады, мен өзім дайын болмадым деп ойлаймын. Сосын универ бітірдім, мектепке кірдім, жұмыс істеген соң музыканы тастап кеттім деп айтса болады. Мен мүлдем ештеңе тыңдамайтынмын, ештеңе жазбайтынмын. Содан кейін сол достарым ғой, қайта жаз, көр, сенікі ғой деп бір түсінгенім, музыкасыз негізі өзім өмір сүре аламын, бірақ сәл қызық емес. Сосын негізі бүкіл жердегі мақсатым музыкада болсын, негізі не үшін өмір сүріп жүрмін, адамдарға пайдалы болғым келеді. Не айтсам да, не шығарсам да, адамдар өздеріне жақсы бір қалай айтса болады, бір мән тапса өздеріне, ары қарай жылжу үшін, немесе оларға былайша айтқанда рухани ауырып жүрсе емделетіндей. Сондай өзім қалай емделдім, солай қалай емделгенімді ол түсіндіргім келеді. Өмір жалғасады, біз бәріміз ары қарай күшті өмір сүреміз, бәрі күшті болады деп. Мұғалім мамандығыңызға қалай келдің өзің? Мұғалімдікке мен Ниязда оқыдым. Одан кейін кішкентай кезіңнен армандандыңыз ба? Мұғалім болды, армандаған жоқ. Ешқашан армандамағам. Маған басында ұнамайтын мұғалім болған, мен болғым келген жоқ, шынымды айтсам. Мектепке қайтып барған кезде ойладым, бұл менің жұмысым емес, мен істей алмайтын сияқтымын деп. Басында қиын болды. Сосын балалармен жұмыс істеген кезде менде бастауыш сыныптар болды ғой. Түсіндім, жоқ. Маған ұнайды екен. Яғни істеуге болады. Істеуге болады емес. Сондай мұғалімдік бір қасиеттер бойымнан таба бастадым. Себебі балалармен тіл табыса алатынымды түсіндім. Рэп оқыдыңыз ба оларға? Жоқ. Бастауыш сыныптағы кішкентай балалар білмейді. Кішкентай білмейді ма? Рэп дегенді білмейді ма олар? Жоқ, ондай бір ән айтып, рэп оқитынды ондай білмейді. Үлкен класстар болмаса. Еңлік, а вы же преподавали английский язык, да? Yeah. А откуда пришла любовь к
к английскому языку и почему именно английский? Как так сложилось? Маған ағылшынша сөйлегенде, ән айтқанда олардың тілдерінің икемі ұнайды. Сондықтан кішкентай кезімнен сол ағылшынша әндерді тыңдап өстім. Сондықтан деп ойлаймын. Кімді тыңдағансыз? Beyonce, Beyonce, Destiny's Child. Beyonce'ды жақсы көремін. Несімен жақсы көресіз? Несін жақсы көресіз? Ондай ғой. Çalışkan ғой ол. Ондай. Еңбекқор. Аха. Қашан көрсең әйтеуір бір нәрсемен айналысып жүреді. Өзінің концерттерде әндерін орындау стилі ұнайды. Ол сияқты ешкім жұмыс істемейді деп ойлаймын. Өзінің вокалымен, биімен. Сол үшін былай әнші ретінде, адам ретінде білмеймін ол қандай екен, бірақ сол өзінің жұмысына қалай қарайтынын ұнайды. Директ кино көрдіңіз ба сол туралы? Бейонс туралы директ кино? Универ кезінде көп көретін. Суреттерін бәрін енді ауырдым десе болады Бейонспен. Вау. Ну, можно сказать, что она прям повлияла на вашу музыку? Иә, қатты. Біз шизамен әңгімелескенде ол айтты былай, негізінде еңлік, ну, как будто она даже еще недооценена настолько, насколько, то есть ее сейчас ценят, но ее уровень просто даже никакой артист в Казахстане не дотянет. И вкратце сказал, что именно то, что вы поете на английском, когда вот пишете, вы поете пение у вас на английском, он говорит, что ну там это как будто западная музыка, там как будто вот, ну, условно, какая-нибудь черная девочка поет, что прям очень прям похоже лингвистически. Не знаю, как он это определил. Но ағылшын тіл білгеннен былай көмектеседі ме сізге вокалды жазу былай өзіңізге? Иә, көмектеседі. Өйткені ән айтқан кезде қалай айтсам болады, мынау позициясы бір ағылшын тілінде сөйлейтін адам сияқты қылып жазғым келеді, сондықтан болар деп ойлаймын. Ал Қазақстанда жаңағыдай қатты асыра сілтеу деп ойлаймын мақтауларыңыз, себебі қазір біз осы қалай айтсам болады, поколение бізбен бәріміз бірге келе жатқан. Олардың бәрі лайық. Мен ғана емес, қасымда жүрген көптеген әртістер болсын, битмейкерлер болсын. Иә, битмейкерлер болсын. Мысалы, мені еңлік деп осы жерде менің отырғаным, ол бірден бір себепкері, ол менің саунд продюсерім Нұржан. Осы жерде отырған, соған қол шапалақты қойсаңыздар деп. DLN, дұрыс па? Иә, DLN. Мен оның дылыны деймін. Дылыны. Сол, ол болмаса, сіздер Биплды, допты естімесе едіңіздер деп ойлаймын. Себебі қатты маған басында қолдау берген, және сол әндерімнің осындай деңгейге жеткізгені соның арқасы. Продюсермен бірге жұмыс жасағаннан бері қалай сендер идеяға келесіңдер, бір ортақ идея, осындай бұл ән осылай дыбысталу керек, осындай аранжировкасы болу керек, дауысымыздарға мынандай мәтінде болу керек, где-то пение, где-то речитатив должен быть. Біз көп джем сияқты. Сөйлеспейміз де ол туралы. Мен отырамын, ол отырады. Ең бірінші ол бастайды. Мен андай безделіктің кішкене қасында жүремін. Ол бірдеңе жазып отырады, сосын маған ұнаса қасына отырып аламын, маған берші деймін. Бізде тағы әртіс бар ғой, Рауана. И содан бұрын алып аламын ана биттарды. Мынау менікі деп. Содан кейін отырамыз да, білмеймін, мен өзім бір нәрсемді қосамын. Көбінесе биттарда жұмыстың бәрін сол Нұржан істейді. Мен көп идея қоспаймын оған. Жазып болғаннан кейін ғана даусымды өзгерту сондай болмаса, негізі көбісін сол істейді. Ну, а вот откуда вот этот речитатив? Флоу дейді оны, иә? Вот почему... Ну, не буду хвалить, да, көп мақтай берейін, бірақ ну, мы такого не знаю, да, и такого как будто... Вот разница... которые артисты были до проекта Еңлік, они были, это было, ну, мое субъективное мнение, они были похожи на что-то вот другое. Как будто это было копия чего-то, ну, так читала, там, условно,
какая-то другая артистка, которая с другой стороны, да, или... А вот когда услышали тебя... Ну, я первый раз услышал тебя на проекте ОЮ, вот, и что ты, что Шиза. Мне понравилось, что вот нету... Только бит, есть микрофон, и вот какая-то вот энергетика, которая жанр рэпа может дать, и его потенциал. И мне очень... Я тогда, конечно, удивился настолько, ну, звучанию, и, ну, я удивился строению вашего флоу. Как вы к этому пришли? Қалай сол деңгейге қалай келдіңіз өзіңіз? Мен ойлаймын, Ол флоу былай жайдан жай келе бермейді сияқты. ол жаңағы тыңдаудан деп ойлаймын. Мен былайша айтқанда ауырдым батыстың музыкасына, жаңағы Бейонс пен Destiny's Child, Риана, бәрін қатты тыңдадым да, и ол менде сіңіп қалды. Қалай айтсам болады. Сондай адам не оқиды, не көреді, не тыңдайды, сол нәрседен құралады ғой өзі. Сосын неге ол андай копия болып көрінбейді? Себебі мен мысалы тойды манда тыңдаймын. Маған кейде ұнап қалуы мүмкін бір-екі трек. Иә, андай тойский әндер деген сияқты. Қандай ең сүйікті әніңіз? Бұртиғаныңды сөйтіп жақсы көремін. Сондай әндерді, халық әндерді мысалы мен бөлмеймін. Мысалы өзімді таза меломанмын деп айта алам. Себебі білмеймін, бір белгілі бір вкус дейді ғой, бір жасында пайда болды. Ол басында сол батыстағыларды көп тыңдадым, сол шетелдегілерді. Сосын өзім әке-шешем маған бойыма сіңірген жаңа қазақша әндер, халық әндері қатты. Сол барып екеу қосылған кезде осындай не шықты деп ойлаймын, речитатив. А оның алдында негізі мен андай R&B айтатын көбінесе, былай енді бастап жүрген кезде. Речитатив қайдан шықты десеңіз, сол музыканың болды айналыспаймын деген кезде дикторлыққа барайын ба деп, маған ұнайды негізі андай озвучкалар жасаған. Қазір оқып жүрген жоқпын, бірақ сол кезде сол курсты оқығам. Дикция ораторский курсты. Сол нәрсе көмектесті деп ойлаймын. Яғни. Да, как это важно. Можно я спрошу? Ага. Янлек, вот у вас, да, в самом начале вашей карьеры вы выбрали очень такой, да, ну, непростой путь для девушки, особенно на нашей казахстанской эстраде, с таким направлением R&B, рэп. Сталкивались ли вы с критикой? С хейтом? С хейтом, может быть. Как вот да, там казашка так вышла на сцену там в джинсах, что-то там в косичках там, да, там читает. Были ли какие-нибудь там, не знаю, в вашу сторону там упреки, там что-либо еще? Я, кстати, не слышал никогда такое. Көбінесе жаман комментарияларды тиктоктан көргем. Бірақ содан кейін тиктокты өшіп тастадым. Правильно. Жоқ, қатты көңіл аударған жоқпын оған. Енді болады андай. Бірақ қазақ қызына тән емес деген сөзді естіген жоқпын. Қатты ондай хейтке. Солай андай хейт болса қазір біздің мүмкін комментарияда негізілік бұл рэп қазақ қызына тән емес сияқты деп неге? Соларға қалай жауап бересіз? Деп жауап беремін. Енді мен жауап бере алмаймын деп ойлаймын. Тек үндемеймін. Өзім ісімді істеп жүре беремін. Себебі іспен дәлелдеу керек сияқты. Оны мен сөйлеп, жоқ, осылай деп айтатын болсам, ол бос сөз деп ойлаймын. Себебі егер ол мен айтқаным әдемі болып тұрса, киімім бүтін, мысалы, қалай айтсам болады, бәрі эстетично болса, менің ойымша қатты именно хейтқа қарап керек емес. Махаббатпен жауап беру керек. Ал егер критика болса, киімге болсын немесе жаңағы сөйлеген сөзіме болса, мен ондайларды қараймын, оқимын. Және ойланамын. Менің ең басты критиктарым ол менің әке-шешем. Қандай сындарды айтады олар сізге? Өте жаман сындар айтады. Негізі олар айтады. Мысалы, мен тыңдатамын өзімнің әндерімді, демкларымды
папа мамама. Анау до публикации, да? Публикацияға Иә. дейін, иә? Иә. Сосын что-то не то деген сияқты осылай прям. Солай айтады ма? Олар өзінің вкусына былай қарайды ма? Өзінің вкусына қарайды, иә. Аха. Бірақ қанша дегенмен білмеймін, мен тыңдатқан кезде бірдеңе білетін сияқты, бәрібір бір Дұрысын айтатын иә, сияқты дұрыс ма? айтатын сияқты. И шынымен де дұрыс айтады. Егер папама бір трек ұнаса, мынау уже жақсы десе, мен уже жүрегімде андай не пайда болады, бір сенімділік деген уже басқа біреу маған айтса, мен папам жақсы деп айтты деген сияқты ой тұрады менде. Қандай әкеңіздің, анаңыздың ең сүйікті трегіңіз қандай? Мамамдікі доп, папам шизамен фит жақсы көреді. Ана өзенде бірнеше фиттарыңыз бар сияқты, иә? Ана бар өзендегі Сол, фит. иә, кока. Кока ма? Несімен ұнайды сол әкеңізге? Мынау молодежно деп айтады. А доп анаңызға арналған, иә, өлең? Клип бойынша солай. Негізі, иә. Сол туралы айтып бересіз былай? Декодинг жасап бересіз? Кішкене ол Доп. Сөзіңізде мағынада ол қандай қиыншылықтар біз өтсек, сол туралы ғой, кішкене. Иә, бәрі жақсы болады деген. Сол қай оқиғадан неден өзіңіз шабыттаныз жазған кезде? Негізі басында менде бірінші қайырмасы шықты сол доптың. Мама енді күнде гүл шығады деп. Как? Мама енді күнде гүл шығады. Күнде гүл шығады. Это в переводе, что все будет хорошо, да. Да, цветочки будут цвести каждый день. Сосын бізде үйде мама мен папам ұрысты ма, бірдеңе болды сондай. Сондай онша емес жағдай болды. Мен жүрегіме тиді да ол нәрсе. Сосын көпке дейін жазбай жүрдім куплетін, получается. Содан кейін бір күні уже бітіру керек болды. Сосын мен ойлаймын, сол жаңағы ішімдегі сезімдер сол қағазға түсті да сөздерге. Сол үшін допты көбірек тыңдайды. Сол үшін доп кез келген адамға жүрегіне тиеді. Себебі кез келген адам анасына күшті нәрсе бергісі келеді, күшті нәрсе көрсеткісі келеді. Сондықтан сол үшін ол жердегі мен рэп оқығаным емес, көбінесе сол әуенмен берілген сөздер адамның жүрегіне жетті деп ойлаймын. Мамаңыз ең бірінші рет сол өлеңді естіген кезде сізге қай оймен келді өзі? Қандай әңгімеден бастады осы тыңдадым деп осы өлеңді? Не деп айтты сізге? Болды ма? Тыңдаған кезде ма? Тыңдаған кезде. Коммуникация. Иә, жылағысы келді. Айтты. Қазірде де айтады. Сен андай қайтсам болады, бір болашаққа айтып тұрған сияқтысың. Енді бәрі шынымен де жақсы болатын сияқты. Сол әнді тыңдап мен енді ондай қатты мұңаймаймын деп айтады. Сол. Как важно, да, когда ты с родителями строишь диалог и ты показываешь этот диалог через творчество. Это же совсем другой уровень повествований. Да, то есть... Тут талант нужен. Да, в целом это очень важно, когда ты с родителями можно и поговорить, былай, ата-анамен сөйлеген кезде былай, бірақ негізі өнермен оны көрсеткен кезде ол басқаша көрінеді. Мен өз ата-анам туралы айтқан кезде тоже өнермен айтқан кезде соларға, даже на подкастах, когда я рассказываю эти истории какие-то, это все равно по-другому до них доходит. Они же тоже, они же уже взрослые, мы уже взрослые, да, мы уже как ровесники. Не то что ровесники, мы уже говорим на одном языке, да, то есть мы уже у нас ничего такого не поменять. Да, уже каким воспитали, таким его воспитали. То есть ата-анаңызбен бір-біріңізге қатар деп өзіңіз былай сезесіз бе? Кейде сезініп эйджизм болады ма? Ау? Эйджизм бар ма қарым-қатынаста? Ренджизм деп естіп қалдым. Эйджизм. От слова age. Иә, түсініп. Жаңа қазақ. Конечно, она поняла, она английский преподает. Ренджизм бізде ата-анамның арасында ренджизм жоқ. Құдайға шүкір. Ренджизм. Иә.
Мен негізі кішкентай кезімнен мамама қатты жақынмын. Мен өмірімде не болса да мамама келіп айтып бере аламын. Аха. Ең өмірімдегі андай сенімді адамдардың бірі. Папамен осы 22-23 жасқа дейін ондай прям бізде диалог, әңгіме айту деген болмайтын. Сосын мен универді бітіргеннен кейін бұрындайға әке-шешемнің қолына келдім. Сол жерде жұмыс істедім, сол бұрындайдың мектебінде. Сол кезде карантин болды как раз. И карантинде мен уже папаға жақын бола бастадым. Оның кейбір андай, мысалы, маған ұнамайтын әрекеттері не үшін екенін түсіндім. Қандай? Содан кейін, көп болады ғой, ондай келіспеушіліктер. Мен папам телефонмен қатты сөйлегенде ұнатпаймын. Мен мамам сондай жоқ кетемін деп. Сол папамен сол кезде тіл табыстық. Папам негізі андай өте күшті әке. Негізі түсінгенім осы 23-22 жасында түсінгенім өте күшті әке. Маған осы уақытқа дейін ананы киме, мынаны бітпе деп ешқашан айтпаған. Ана жаққа барма, қашан келесің деп те айтпаған. Үлкен сеніммен қарайды екен маған әкем негізі. Бүкіл нәрседе соны түсіндім. Енді сол кезде есейдім, кажется. Содан кейін барып түсіндім. Сондықтан қазір папам екеумізде өте андай қатты дружеский емес, но прям мен оған барып қалжыңдап сөйлей аламын деген сияқты. Андай жоқ, ол папа деген сияқты қорқу ондай ешқандай жоқ. Кішкентай кезімнен де болмаған. Иә. Сол ең бастысы папам мені түсінеді. Мен не істеп жүргенімді, музыкамды түсінеді. Соған өте қуаныштымын. Сіз әкеңізді әке деп айтасыз ба? Папа деймін. Папа дейсіз ба? Пап деймін. Пап дейсің ба? Мен кішкене кезінде өз әкемді әке деп айтатынмын. Сондан өскеннен кейін папа дейтін. Бірақ өз балама былай әке деп айтып тұрам. Әке деп айтсын мені. Өзіме сол сөз маған жылы сияқты. Папа әке. Әкешім деген күшті сосын. Әкешім. Бірақ мен папа қош дейді. Или шиза. Папашка. Да. Тоже очень красивая и нежная. Маған ұнамайды папашка деген. Мамашка деген сияқты. Жоқ, в твоем контексте, но когда говорит шиза, это очень тепло. Да. Именно когда он говорит, это так. В каком-то он сол сөзге бір жылулықты қосатын сияқты өзінің бала екенін көрсетеді. Соны ұнайды маған. Сен қалай? Ты как обращаешься? Пахан? Нет, я с папой, папа. Мне, кстати, никогда не нравились, когда ровесник говорит, да вот я пахану сказал. Что за слово пахан вот так? Или, батя. Или батя, чуть батя. То есть мне всегда уши резало это слово. Пахан, батя, еще какие? Отец. Не, отец это еще такое благородное слово русское. Отец. Да, если бы скажу папе отец, он мне сразу врежет. Какой отец? Ты что? Пап, нормально, пап. Пап. Сіз атаңызға сен деп или сіз деп сөйлейсіз? Сіз деп сөйлеймін. Кейде андай қалжыңдаған кезде пап өзің көрші деген сияқты сондай. Бірақ сіз. Иә. Ты. Короче, тоже есімде бар, кішкентай кезінде былай уже, жоқ кішкентай кезінде емес, былай уже былай, подростық кезінде. Атанымен сен деп сөйлейтінмін. Туысқандарым келетін былай. Шымкенттен туысқандар. Сен маған ұрсатын былай. Сен неге мамаға сен деп сөйлейсің? Сіз деп сөйлеу керек. Я такой, типа, во-первых, какого хрена вы лезете в мои отношения с моими родителями? Потом өзіме маме анама келдім былай. Вот, қалай сөйлейін? Мыналар сіз деп айтайын ба сендерді? Мы посидели, подумали, да нет, что за бред? То есть, сен деп уже үйреніп қалдық. Вы, ты до сих пор я на ты общаюсь. И в этом есть что-то тоже такое. Я понимаю красоту, когда дети растут и с рождения говорят сіз деп. Тоже в этом есть очень такая, уважение, благородство и красота этого слова, да? Сіз, мама, сіз, осы уют есть. Но я привык... В то же время как будто бы есть какая-то граница еще. Да, есть граница, как будто какие-то вещи ты должен
Не можешь быть таким, какой ты есть. Не можешь быть У дураком. меня вот две дядьки было, да. Одна, которая вот всю жизнь жила в Алмате, ну, которая мне очень близка, и вторая дядька, которая папина мама в Костанае жила. Мгм. И с Ажешей, которой я проводил все свое детство, ну, то есть в Алмате, я с ней даже на «ты» был. Ну, то есть, Ажека, ты там это, да, ты там то. Мы с ней были, мы друзья были прям. А когда приезжала папина мама, ну, это вторая Ажешка, да, моя, Ну, основная я всегда Ажешка. на «вы» там, да, и вот у меня была какая-то вот, ну, чуть-чуть отдаленность, что ли. Поэтому, ну, с родителями у меня точно на «ты». Ну, хотя я всегда, когда слышу там или с «эз», или когда разговаривают на «вы», я думаю, это, ну, тоже next level какой-то, который мне уже не понять, потому что я уже пропустил этот момент. Пропустил момент. Да. Но Сіз әжеңіз қолында өскенсіз ба? Әжеңіз, атаңыздың қолында. Соған Бізге- ұқсайтын сияқтысыз бірақ. ата әжем көрші тұрған. Былай қолында өстім деп айта алмаймын, бірақ біз тура осылай үйіміз, мынау біздің, мынау ата мен апамның үйі болды. Негізі мен ондай мен папамның мамасы да өте андай суық кісі болатын. Мгм. Ұрсып сөйлейтін, барып еміреніп, еркелеу деген ондай болмайтын апамда. Бірақ соның өзі бір үлкен адамның жүргені күшті да. Өйткені Мгм. білесің да, мамаң мен папаңнан үлкен біреу бар екен. Да, біреу бар екен. Сендердікі ұрысса екен деген сияқты андай болады ғой, бір балалық болып жүрген кезде. Мен Қорқыныш. көремін айырмашылықты, былай байқаймын. Балалар әжесі мен атасының қолында өссе, былай қолында емес, былай тірі болғанын көрсе, былай олар қарым-қатынаста болса, және басқа балалармен мүмкін былай тек қана ата-анасы бар, үлкен ата-анадан жоқ екен, мен оны мен негізінде қатты сезем. Потому что я сам вырос, у меня был только в жизни я видел бабушку, только бабушек видел, дедушек не видел. Что с той стороны, с этой стороны бабушек видел, и то для меня это такое повлияло, что я прям даже сейчас иногда вспоминаю, и у меня прям, я скучаю, такой, вот я был тогда маленьким, глупеньким, вот если бы, вот сейчас она бы дожила бы, я бы побольше интересного узнал, поговорил бы, и, возможно, это вообще повлияло бы на меня как на становление, как человека. И по своей жене вижу, я и говорю всегда, тебе очень повезло, что она из маминой, из папиной стороны увидела бабушек и дедушек, то есть и до зрелого возраста. И я вижу как отличие, ну, то есть я вижу, что она айтады әжесі мен атасын көрген бала деп. Вот она именно вот такой ребенок, да, которая вот видела вот теплоту вот именно старшего поколения. И есть разница. да. Эти дети, они как будто, знаешь, у них любви больше. Ақылдырақ олар. Ақылды емес, андай бір тынышталған ба. Спокойствие, есть такое умиротворение, спокойствие и уверенность какая-то, что просто все будет хорошо. У меня очень были тесные, ну, с Ажекой мы были друзьями. Я рассказывал ей вещи, которые я родителям не мог рассказать. То есть я когда первый раз в жизни влюбился, поцеловался, пришел домой в 5 утра, лето, меня трясет да, я такой влюбленный, да, и Ажека такая, ты что такой взбудораженный? Я такой, Ажека, я влюбился, знаешь. И она такая, давай, сейчас чай поставлю, знаешь. И она я ей мог все рассказать. Если я были моменты, когда с родителями было какое-то недопонимание или что-то еще, я всегда садился на трамвай 6-й, ехал к Ажеке туда, на Жирокова-Тимирязева, и все, я мог спокойно провести у него 3 дня. То есть Ажека была вот моим таким... Тылом? Да, очень-очень важным для меня человеком, и мы с ней ездили пенсии ее получать, то есть я всегда с ней знаешь, очень-очень... Перепадал, да, от пенсии что-то? Перепадала, да, двушка, на, машину помой. Я такой, да нет, не надо, а сам в карман. Да. Да. У меня Ажека в Шымкенте жила, и я ездил каждое лето к ней. И там дети, там еще мои двоюродные, братья и сестры, которые росли у нее на руках. А я приезжал с Караганды такой, нағашы әже ғой енді. Те роднее, те дети, сына дети, да? А я сын любимой дочки. Но у меня все равно было такое,
что у меня было с ней все равно особенное отношение. И я всегда говорил, вот ты их больше любишь все равно. Она такая, да нет, такая потом поворачивается. Туй, она вот, дако, мереке, Ержан. Я такой, Ханат менің атым Ханат, ты запомни. Когда уже плачет. Да, я говорю, да, мен Ханат атым, Ханат, запомни, говорю. Но, да, и мало, не так тесно, может, часто виделись два раза в год, но это были очень теплые отношения. И когда мы переезжали из Караганды в Алмату, Ажека приехала из Шымкента, родители искали там работу. Вот когда был этот сложный такой период для нашей семьи, вот тогда я увидел, что тоже вот этот тыл, потому что есть все-таки взрослый человек, который просто этот, что там, она еще преподаватель математики, и раскидывала мне, учила меня по математике. То есть и вот эти вот моменты, сейчас уже, когда ты взрослеешь, когда ты уже прям и сиденьки здесь, и такой думаешь, блин, вот не хватает, немножко думаешь. И у меня есть там фотография, одна фотография, и как важно иметь фотографии, как важно иметь семейные альбомы. Раньше мы сейчас же все снимаем на телефоны, а очень важно их печатать. Иногда вот захожу на альбом, есть распечатанные пару фотографий. Такое вот для меня, они очень сейчас уже обрели совсем другую ценность. Такой у нас очень теплый, да, такой тихий. Да, Очень такой классно, подкаст. очень классно. Я даже никак не хочу встревать в это, участвовать. Продолжайте, пожалуйста. Прям такой. Да. Я просто хотел... Сгрустнула аж немножко я. Да, не хватает Ажешки. Ажен атанмен тірі ғой, қазір? Жоқ, Нет, уже қайтыс болып кетті. қайтыс болды ма? Они не увидели твое становление как артиста? Көрген жоқ. Да. Олар, как ты думаешь, ты представляла себе, как бы они восприняли бы твой флоу, рэп? Апам енді менің нағашы апам бар қазір, мамамның мамасы. Ол кісі көп түсіне бермейді. Оны көрген сайын күйеуге тиіп, қашан бала туасың деп сөйтіп айтады. Бар қызығы сол. Шашыңды неге қидың деп шашма деседі. Ал атам мен апам көретін болса қуанар еді деп ойлаймын. Бірақ тоже түсінбес еді деп ойлаймын. Не істеп жүрсің, қайда барып жүр, не істеп жүр деп. Қандай фестиваль? Немене фестиваль. Бірақ мен нағашы апам өте сондай қатты жылы кісі да, жаңағы сіз айтып жатқандай. Ондай болады ғой. Кішкентай бала сияқты болып қалған қазір. Біздің вообще мінез жағымыз, мен өзім, бауырларым, папамның мамасына, папасына тартып кетеміз. Олар қатты андай суық адамдар болған. Ондай еркелету, ондай нетпеген. Біз көбінесе ондай қатты жылылықты мен мамамнан көрдім, нағашы апамнан. Сосын универ кезінде папамның әпкесінде тұрдым 4 жыл. Нағыз андай үлкен адамның, әсіресе әйел адамның махаббаты дегенді тоже сол кісіден көрдім. Өйткені мен сабақтан келем, 4 жылдан мен бірде тамақ жасаған жоқпын сол үйде жүріп. Бұлай алдыма қойып береді, еще әдемі қылып, барлық әдемілікті, гүлдерге су құюды, қалай әдемі қыз болып киінуді, бүкіл сондай көп мамадан үйренбеген нәрсені сол кісіден үйрендім. Нағашы әжен? Жоқ, папамның әпкесінен. Әпкесінен. Бандате One Love. Жақсы көрем. Сол жаңа сіз айтып жатқандай, мен де ол кісіге барып барлық сырымды айта бере алам. Өте сондай нағыз сондай әженің махаббатын көп сол кісіден көрдім. Өйткені ол кісі уже пенсияда, но жап-жас. Сонымен қатар қатты сондай жылылық көрдім сол кісіден. Сонымен күйеуге қашан шығасыз? Білмеймін, бұйыртқан күні. Ойыңыз бар ма? Ойым әрине бар. Кстати, мен осының алдында Нарик бидің подкастына барған кезде ол кісі Нарик би рахмет деп бөліп рилс қылып салып қойған ғой. Үстінде еркексіз әйел адам бақытты өмір сүре алады деп. И мен өмірімде бірінші рет сол кезде үлкен
прям хейт көрдім өзіме. Бәрі ер адамдардан ғой. нарекли ой кликбейтер. Сол ғой. Ал видеода мен басқа нәрсе айтып тұрмын. Мен түсіндіргім келгені әйел адамдар бар, ер адам жоқ, бірақ бақытты өмір сүріп жатқан. Олар мысалы күйеуі қайтыс болып кеткен әйелдер болуы мүмкін. 3-4 баласын өзі жеткізіп жатқан, немесе өз жағын кездеспеген адамдар да бар. кездеспегендер де бар. Олар бақытты өмір сүріп жатыр. Соны айтқым келген, негізі мен өзім күйеуге тигім келеді. Соны дұрыс түсінсе екен деп сондай ниетте айтып отырмын. Я мен ойлаймын, кез келген енді кез келген емес, негізі қыз бала көбісі армандайды ғой, үлкен үйді, қасында өзінің ер азаматын. Бірақ басқа да қазір сондай заман, басқа да қыздар бар, ондай нәрсеге көп көңіл бөлмейтін. Соны түсінсе екен деп тілеймін деп осы. Жақсы көретін жарыңыз бар ма қазіргі күнде? Жар деген Қазақ дұрыс емес па сөз? Жар деген ол сіз уже үйленіп келген адамдар. Жақсы көретін жаныңыз бар ма? Как я грамотно переобулся. Дұрыс, я жан деген ол душа же. Да. Дұрыс, типа. Ой, какая тишина, какая пауза. Наверное, все-таки Джей-Зи есть. Джей-Зи деген не? Ну, вам же Бейонсе нравится, я думаю, у вас будет Джей-Зи. Джей-Зи ұнамайды ма? Да? Сол. Вот так вот. Ну, мы поняли. Сол әлі негізі жоспарлап жүрген жоқпын. Мен әлі шетелге шыққан жоқпын. Мен әлі кішкене өмір көргім келеді. Кейін сондай келесі этапқа, яғни бір үйдің жары болып барған кезде менде қалай айтсам болады, сол өзімнің өмірімді және қасымдағы жарымның өмірін қызықты қылу үшін менде кәдімгідей ойлаймын, білім болу керек, жеткілікті, және әзірше жоспарда жоқ. Мен жұмыс істеуім керек, көруім керек. Мысалы күйеуге тиген кезде музыкадан кететін ойыңыз жоқ па? Бар ма? Ондай жоқ. Мен ойлаймын, шығармашылықтан кете алмаймын деп ойлаймын. Мен ары қарай жалғастырғым келеді. Музыка болсын, болмасын, кино болсын деген сияқты. Әрине, егер мен қолымнан келіп жатса. Бірақ кез келген әйел адамның сүйіктісі болу керек деп ойлаймын. Жұмысы болсын, бизнесі болсын, бір сүйіктісі болу керек. Себебі әйел адамға ол керек, кәдімгі адам ретінде ол үлкен қажеттілік. Үйде отыру деген менің ойымша қатты әйел адамды, егер гүл болса, солдырып жібереді. Бірақ әрине, енді бала туғаннан кейін енді 2 жыл декретте отыратын шығармын, бірақ мен айналысқым келеді жұмыспен. Мен осы декретте отырған кезде бәрібір де былай жазып тұрып, клип түсіресіз, жазасыз, альбом жазасыз. Иә, Құдай бұйырса. Жаңа шабыт болады. Вау. Енді Можно спрошу, да? Ендик, расскажите, пожалуйста, каково это быть девушкой, да, в этом нашем непростом... Патриархальном. Да, патриархальном, где у нас одни там... Ну, пацаны же в основном, мужики одни рэперы. Как это все? Там, ну, вас уважают, не обижают? Есть ощущение, что уважают, да? Иә, ондай қатты қысым немесе жаман нәрсе көрген жоқпын әлі. Заботятся ли вы так, оберегают? Да, вы очень красиво пришли, вы пришли екі ағамен келген сияқты. Да, и так, если что, так, мы контролируем здесь разговор. Мы за базаром следите, если что. То есть у меня есть ощущение, что и в индустрии вас тоже так, как будто вот вас оберегают. Тоже вот как Шиза вот про вас, когда рассказывает, вот есть ощущение, что он готов приехать из Шымкента, если кто-то вас обидит, да? Иә. Мен ойлаймын, ол қыз баланың өзіне де байланысты. Ол андай түр жасау керек та, маған тисең оңбайсың деген сияқты. Менде кәдімгідей
өзімнің де күшім бар, өз өзіме жауап бере алатын деген сияқты. Егер сондай позицияда жүрсе, кез келген әйел адам өзіне өзін қорғай алады деп ойлаймын. И өзіңді өзің қорғаудан қорықпау керек, әсіресе қыз балаларға. Сол. Шын мен әлі көрген жоқпын ондай өзімнің тарапыма қысым, сондықтан қалай қорғану жайлы әлі қатты ойда болмады. Иә, ойда болған жоқ, айта алмайды екен. Бірақ сіз былай көбінесе қолдап жатқанын көріп жатырсыз, иә? Было ли у вас такое, что респекты пришли от неожиданных людей? Вообще, вот, допустим, мне вот интересно почему-то, вот знает ли о вас, там, допустим, вот Скриптонит, да? Слышал ли он? Ну, скорее всего, слышал. Были ли от него какие-нибудь там, не знаю, как это сказать? Шоут-ауты, да, респекты, приветы, я не знаю. От таких прям вот, ну, ребят, которые условно считаются, ну, там, да, в индустрии, вот, в рэп-музыке уважаемыми личностями. Именно Скриптониттан ба? Ну, или ладно. Жоқ, одан ондай ештеңе байқаған жоқпын. Ондай нәрсеге қатты негізі көңіл аудармаймын. Бірақ менің түсінгенім, мен өзім қатты әлі шықпай тұрып шығармашылығына қызыққан және еңбектерін қарап жүрген адамдар, солар маған күшті деген кезде мен прям деп қуандым, себебі мен істеп жатқанымды түсінген кезде және мен істеп жатқаныма мен оларға қараған кезде өзімде қатты андай қуаныш пайда болды жүрегімде. Сол. Кімнен болды сондай? Көбісінен кімді айтсам болады? Негізі былай айтсам болады, мен жолым болып кетті, мені бәрі қолдады. Мен тыңдайтын, мен қараған, мен осы Қазақстанның мәдениетін көтеріп жатқан адамдар дегендер, солар мені қолдады. Сондықтан көп ондай прям осы адам маған күшті деп айтса ғой деген сияқты ондай болған жоқ менде. Да, это просто наша, как обычно, фанатская мечта, да, там, чтобы, не знаю, ну, было бы круто когда-нибудь увидеть там фит Янлик, фит... С Бейонс. С Бейонс. Ну да, это вообще было бы круто. Просто хотя бы те, кто хотя бы сейчас на данный момент находится на территории нашей страны, там, да, вот ну, мы знаем, что лейбл появился Шотал, да, допустим, который делает Найман. Ну, может, слышали, не слышали? Не было ли они к вам там, не обращались, хотели там, возможно, подписать тоже под свой лейбл? Вообще, были ли у вас, ну, предложения, да? С каким-то лейблом, ну, чтобы вот были вот в какой-то вот команде? Ондай қатты болған жоқ. Или вы сами по себе Иә, біз өзіміз сон Нұржанмен жасап жүргеннен кейін. У вас же тоже, я так понимаю, лейбл же, да? Да, да? Потихоньку такой, да? Мини-лейбл. Сондай үлкен лейбл деп айтуға бола ма, болмай ма, білмеймін. Оның бәрін Нұржан біледі. Нұржан? Сейчас, можешь подойди вот так. Давай. Не слышно тебя? Прям подойди. Да, прям Не, вот. у нас не лейбл, а... Присаживайся. Бұл таныс ойындар Нұржан, Дилен, да. Дилен Мюзик. Но Янликтің саунд-продюсера, человек, который видим в ТикТоке, как я написал этот бит деген. И очень правильно, что вы это показываете обратную сторону. И вот хочется тоже тебе дать чуть-чуть, ну, немножко микрофон. Как вы видите, вот вообще вы лейбл, не лейбл? Не, мы вообще, ну, пока чуть-чуть что мы... ближе к микрофону, брат. Лейбл имеется пока что. Это, ну, творческое объединение чисто. Вот я как продюсер и Еңлік бар, Рауан бар үшеуміз ғана. Басқа да балдар бар, я, которые снимают, ететін менеджерлер бәрі бар. Команда бар. Как ты видишь, как ты вот пишешь такие биты? Откуда у тебя тоже вот этот вкус? Потому что и, ну, биты тоже, они очень крутые. Әртүрлі. Кейде болады, мысалы, бір күн, екі күн отырып просто іздейсің звуктар.
просто звукқа байланысты. Если бір звук естіп қалсам, это уже жарты сағат жазылып кетуі Бұл мүмкін. қалай естіліктен ба? Көп Жоқ, естігеннен ба уже? иә, содан ғой. Типа көп звуктарды естіп отырып жаза саласың. Мысалы, коканы біз жарты сағатта жазып тастадық. Коканы, да. Иә, вообще еңгілік жарты сағат текст лақтырды. Мен пока бит жазып отырдым. Вот кажется, можешь подержать вот так? Былай обыватель көзбен қарасын, как будто оп-оңай сияқты. Ну, сендер просто айтасыңдар ғой, мен жарты сағат жаздым, анау тоже шиза деді, бір 10 минут тексты жаздым. И может сложиться ошибочное мнение, что да, там нету труда, как будто, знаешь, вот, ну, можете раскрыть, в чем тогда труд, да? В чем тогда это все тогда труд до этого, до, иә когда вы көп пришли до тыңдау этого керек, уровня? көп тыңдау керек, көп көру керек. Сосын сол не көріп жатқаныңды неден өткізу керек. Ендікті микрофон кішкене былай Фильтрдан көп тыңдау керек, не көріп жатқаныңды, не тыңдап жатқаныңды фильтрдан өткізу керек. Андай, мысалы, қазір TikTok сондай болып кетті ғой. В тренде дейді да, андай, білмеймін, бір звуктары бір онша емес, или қалай түсіндірсем болады. Бір арзан нәрселерді тыңдамау керек деп ойлаймын. Оны қалай білуге болады, оны көп тыңдау керек. Сол кезде біледі деп ойлаймын. Білмеймін, біз түсіндіре алмаймын деп ойладым. До этого біраз тыңдаған сондайдың арқасы ғой. Мысалы, мен примерно 3 жыл монтажбен айналыстым, 6 жыл негізі. Сол монтажбен айналысып жүрген кезде мен 3 жыл уже бит жасап жүрдім. Күніне мен почти что 2-3 бит жасайтын. Просто так. Монтаж, видеомонтаж, да? Видеомонтаж. Еңлікті де білмеймін, соны ешкім танымаймын. Нұржан бит жасаудан 10,000 сағатын өтіп қойған ғой. Типа такого, сондай қазір. Мысалы, отсам просто уже шабыт келгенге байланысты ғой. Вдохновение иногда бывает. Ну, болады тректор, который бір жылдап жазатын тректор бар. Бізде әлі жатқан бір трек бар. 1,5 жыл болды. Қиын болып жатыр ма сонымен? Ары қарай жазылмай жатыр әлі пока что. Идея келмей жатыр әлі. Идея. Пісу керек қой, пісу онда сонда енді. Отырып пісу. Ең маған қатты маған ұнайтын сендер шығармашылығың, ол ең соңғы анау Қуаныш Бейсеков клип жасаған. Тректің аты қандай? Бір кем дүние. Ну вот он там и менің баламның ең сүйікті әні. Вообще кішкентай балалар, я так заметил, что очень сильно западают, да, на вот именно на рэп на женском языке, на женском. Нұржанском языке. Не, в женском языке, не в женском проявлении, как будто даже, ну я вот просто замечаю, что вот мне по своему сыну, потом я видел еще у друзей дети, именно они вот как-то у них, ну, они же этот звук их привлекает, такой, и именно прям вот там припев. Как ты написал, как вы сделали вот именно вот на нее, что он прям так звучит просто очень круто. Ну, для меня это прям вот, мне кажется, что это лучший ваш трек, ну, чисто субъективно. Это сэмплдан басталды. Бір сэмплдан басталды, просто содан басталды, и потом уже бит тастадық. Бірақ оның темпі негізі басында вообще ақырын болған. Қалай болады? Можете напеть? Бір кем дүние қос құлақ. Вот такой вот. Потом көзде әдде кем берген, тек сөйлей бермей босқа уақ, өткізбес естіп біліп көрген. Сосын біз оны темпін тездеттік. Өйткені менде андай ақырын айтсам бір даусым шықпай қалған сияқты болып естіледі өзіме. Рэп болғаннан кейін тездеткіміз келді. Содан кейін. Ну да, это бенгер. До какого момента вы будете писать? Получается, вы сейчас чуть ли не каждый трек выпускаете, он выходит, ну, достаточно хорошие хиты, да? Встречались ли сложности, что, блин, уже как будто все нужное уже выдали, и теперь либо надо отдыхать, либо надо что-то новое поизучать. Дошли вы до своего потолка вот сейчас? Или вы, наоборот, думаете, что, блин, потолок еще до него идти? Потому что мне кажется, что у вас такой продукт, ну, крафтовый. Он не сильно массовый, по моим ощущениям, но и очень, ну, очень профессионально сделанный. Наверное, тебе вопрос. Әлі потологына оны жеткен жоқпыз, әлі вообще ойламаймыз олай біз. Ешқандай потологтың жанына да жеткен жоқпыз. Әртүрлі жанрда көре береміз пока. И бір жанрда вообще тоқтап қалған емеспіз. Әртүрлі жанрда көре береміз. Вот соңғы трек вообще басқа жанрда.
Ага. Шизамен шығады, иә, скоро? Шизамен шығады, иә. Шизамен шығады скоро. И по секрету нам Шиза сказал, вот в этом треке, который мне Енлик подарила на альбом, он прям сказал, ман, сыйлап берген. На альбом Шиза. Он сказал, что вот будет ощущение, что я вообще рядом с Енликтің қасында вообще не умею микрофон держать и рэп читать. Ол да Ол да емес. басқаша, иә. Басқаша. Тректің өзі басқаша болып тұр. Мүмкін содан кейін оған бір мындай күнделікті болып жүрген нәрсе емес сияқты болып көрініп тұр да, сол үшін ғана деп ойлаймын. А можешь напеть? Соны ма? Сон с этого Бола трека. ма? Айтайын ба? Замандаста болады. Бәрі болады замандаста. Эксклюзив. Сөзін ұмытып қалдым. Телефоннан қарауға болады. Sometimes I feel a bit you see, look in my eyes, I like it. Sometimes I feel I like it. Sometimes I feel right for me, yeah. I can't believe, I can't believe, I can't believe in you. I know that you believe in me. Вау. То есть на английском? На английском. У тебя припев или весь трек на английском? Нет, припев. Так припев. А речитатив? Бәрін айтып қойып қойды. Айтып берші енді, айтып берші, пожалуйста. Сол сондай ән. А текст какой там? I can't believe. Кішкене махаббат туралы. Мен саған сенемін деген. А. Мен саған сене алам. Но Любовь, там все будет дела. парт, известно нам твоего флоу? Будет? Или только там вот это вот пение, да? В этом, Болды да? мен ән айтамын енді десе. Махаббат жайлы Қашан шығады айтамын. ол? Деп. Альбом қашан шығады? А. Осы өлең қашан шығады? Альбомыңыз қашан шығады? Құдай бұйыртқан күні. Альбом туралы айтса. Альбом туралы. Альбомда күшті менің жақсы көретін трек бар. Ага. Сол. Сосын пока что оны жоспарлап жатырмыз, өңдеп жатырмыз. Концепциясы бар ма? Альбомның концепциясы бар ма? Өзі былай не үшін альбом жасады, не үшін былай жай синглмен шығара беремейсіз сондай тректерді? Почему важен для вас альбом? Сол альбом сіз үшін қандай маңыздылығы бар? Негізі альбом керек па қазіргі күнде әртіске? Керек деп ойлаймын. Мхм. Ол да бір кітап сияқты деп ойлаймын, альбом. Бастапқы шығарған әндердегі былайша айтқанда симай қалған сөздерді немесе тағы да айтқысы келетін сөздерді айту керек сол альбомда деп ойлаймын. Альбом не туралы болады? Альбом сол мендегі сол мотивация, махаббат, жақсылық, жастық шақ. Вот как вы бы описали бы, вот когда если вам зададут в один вопрос, вот бір сөйлеммен өз альбом туралы айтып берші. Или каким-то одним рассказом. Один рассказ. Бақыт деп ойлаймын. Себебі бақыттың ішінде бәрі бар. Альбомды да сондай жасағым келеді. Бақыттың ішіне мұңды кіреді. Сен мұңды болып тұрып бақытты сезе аласың. Сен ашуланып тұрып сезесің өзіңнің бақытты екеніңді. Сондықтан егер бір сөзбен айт десе бақыт дейтін едім. Сол. Қанша альбомға қанша трек-лист қандай сан болады сонда? Трек-листтің саны? 5-6, иә. Я 5-6 EP болады. Сонда EP. Не үшін EP, не үшін үлкен бір 10 шақты, 12 шақты, 15-20 шақты өлең жоқ? Ол үшін ұзақ уақыт керек. Ұзақ уақыт және ол саны көп, сапасы жоқ болып кетеді деп ойлаймын. Егер аз болатын болса, оған күш көп кетеді, бірақ әдемі болады деп ойлаймын.
альбомыңызда фиттер болатын сияқты, тағы да? иә болады. Кіммен болады? Қолыңыз көтеріп отырсыз ба? Кіммен болады фит? Сұрақ қойын деп отыр деп қалдым. Еңлік? Шизамен болады. Аха. Сосын Оның альбомында сіз боласыз, сіздің альбомыңызда ол Иә. болады. бір тректен болады. обязательно шиза, да? Шизасыз альбом елестету мүмкін емес. Аха. Да, и ой бойынша только шиза мүмкін. Мүмкін. Пока что. Мгм. Ну, бар ой сол ғана. Сендер үшін фит, вообще история с фитами, это как вы смотрите на это? Это артистам нужно ли фитоваться часто? Или это очень такая специфическая история? Иногда вообще для чего фитуются? Фит деген не өзі? Кім выигрывать етсін деп жаса, мне кажется, онша емес фит болып қалады. Мгм. Ең бастысы, екі әртіс бір-біріне ұнап тұрса, істеген істері. Просто бірге сондай бір нәрсе жасау үшін істейтін болса, күшті болады деп ойлаймын. Адамдар тыңдайды оны. Егер екі әртіс бір-біріне шын көңілмен жасса, ал сенде аудитория бар ғой, менде де бар, бір-бірімізге бүйтейік та деген сияқты сондай бір кішкене коммерческий мақсаты сондай болатын болса, мен ойымша ол қатты тыңдалмайды. Ал егер шизамен солай болды мысалы. Шизамен қалай негізінде анау коканы кімнің идеясы болды сендерді былай екі артисті былай? Бипл шыққаннан кейін шиза жазды ғой ма? Жазды ма? Не деп жазды? Шиза айтты, күшті деді трек. Сосын екеуміз сөйлесіп отырып, андай шынымен де бір менің Шымкентте тұратын ағам сияқты сөйлестім мен. Мынандай ма, дистрибуцияға бердің ба деп андай. Сосын мен түсінбен не деп, сосын ол айтты, флоуың күшті екен, трегің күшті екен, осындай коламен проект болайын деп жатыр, давай екеуміз бірге көрейік деді. Сосын Шиза екеуміз сол Биплға ремикс жасайық дегенбіз. Типа он хотел туда залететь. Потом ол жазды, жіберді, екеумізге де ұнаған жоқ. Аха. Оған андай темпі келмей қалды. Сосын айттым, басқа нәрсе көрейік. Нұржанға айттым, Нұржан бізге бит жасады. Битті жібердім Шизаға. Күшті деді. Осыған көрейік та деді. Сосын ол Шымкентте болды, мен Алматыда болдым. Телеграм арқылы мен жаздым, жібердім. Деді та, ол 2 күнде жіберем деді та. Студияда отырып жазып сразу жіберді. Текст сразу. И менде ана жерде басқа текст болған. Сен понттарың маған 5 тиын деген орында менде вообще басқа бірдеңе болған. Елдің бірдеңесі деген сияқты. Сосын ол айтты, мынауың болмайды. Сен понттарың маған 5 тиын дей салсай деді. Сосын ладно дедім да, сөйтіп жаздым. Сол. Просто осылай шықты бізде. Андай күшті трек болсын, проект, бірдеңе деп емес. Андай просто екеуміз трек жазайық. Осылай шығып кетті. Вау. Енді Шиза туралы Сейчас микрофон. Что там у вас химия есть. Иә. Шизадан басқа біреу бар ма сендерде? Ну, ойында кто-нибудь, кто, еще? Фит жазатын ба? Иә. Таспай. Таспай. Yeah. Да, жаңа артист, да, по-моему, да? Не, подожди, он хитует, да, вот его песни? Уже он жыл хитует его трек «Сүйгенді сүй». Ладно. Таспай Сүймегенге это, по жанба. идее, уже old Олд, в да, уже? казахском рэпе, Я в казахской музыке. его недавно только открыл для себя. Ол баяғыда Таспай, One Балбырауын Love. дейтін топта болды. Екі бала, бір қыз. R&B жасады қазақша. И кішкене не қылмай кеткен екен, походу, скорее всего, менің ойымша тыңдалмай кеткен екен, олар не қылып кетті, шашырып кетті. Негізі Таспай негізі Таспай қазақ R&B-ның атасы деп айта аламын. Қатты тыңдаймын. Таспай жақсы көремін. Иә, қазақша. Каково осы қазіргі кезде көбісі артистер былай қазақша жазады, қазақ музыканы жасайды. Каково сейчас важно музыка именно на казахском языке? Очень важно. Да? Мен ойлаймын, қазақ тілін әлем есту керек болды. 1-2 жылда бізді бәрі есту керек. Себебі Әлем. Бүкіл әлем. Себебі біздің тіліміз өте андай икемді.
әуенді қатты әдемі естіледі, құлаққа жағымды, андай бір кез келген әнге де жыр айтсаң да ол жағымды қай жағынан болсын. Сондықтан негізі қатты қызығып қараймын кімге, Стромеге мысалы. Ол ағылшынша жазбайды ғой, ол өз тілінде жазады, французша. Да. Бірақ оны бүкіл әлем тыңдайды. Бүкіл Как будто оның әндері бір ағылшынша сияқты. Сондай бәріне түсінікті сияқты. Иә, бәріне түсінікті. Басқа тілде болса да ол түсінікті. Махаббат жайлы айтып жатыр ма? Сондай болады ғой. Әнді тыңдап жатқан кезде сен білесің, ол жерде махаббат туралы ма, немесе мысалы ана туралы ма, басқаша болсын. Соған қатты қызығам. Сол Стромеге. И ойлаймын, мен қазақша жазам, қазақша әлемді біз шығару, қазақша әнді әлемге шығару керек. Сол үшін қазақша жазу керек. Ешкімге еліктемей. Себебі бізде біз біздің халық өте многогранный ғой. Біз деген бұрыннан бері көшіп қонып жүрміз. Бізге деген қаншама біз бейімдіміз ғой. Суға барсаңыз, суда мысалы тірі қаламыз, суда өмір сүре аламыз деген сияқты. Әрине образно айттым, но все-таки. Мысалы қазақтар қыстауда тұрған, жазда жайлауда тұрған деген сияқты. Кез келген нәрсеге бейімді олар. Ал сол нәрсе оларда қалған. Жаңағы мәдениетке ол бәрібір әсер етеді. Және біздің өнеріміз кез келген қазақ халқының, яғни біздің қазақтардың өнері ол өте андай түстері ашық деп ойлаймын. Орыс тілді музыканы өздерін тыңдап жүрсіз бе? Тыңдадыңыз ба бұрыннан бері? Бұрын, иә, тыңдаймын. Қазір де тыңдаймын, егер ішінен сөздері немесе әуені ұнап қалса. Бірақ ондай қатты бұрыннан ондай қызығушылық болмапты орысша жазуға, орысша өлеңдер айтуға деген сияқты. Ең сүйікті қазақ тілді әніңіз қандай? Ең сүйікті? Оны кішкентай кезімде айтатын тоже өзім. Асыл әжем. Сосын Медеу Арынбаевтың Өмір өзен деген әні бар. Даже клипі бар. Сол клипін көрсеңіздер, негізі вообще күшті клип. Қатты жақсы көремін сол клипті. Менің ойымша бұрыннан клиптер негізі бұл кино сияқты түсіретін, иә? Ол жерде кино сияқты. Ана клипта Медеу Арынбаевтың бір кішкентай бала туралы, еще 6 минут па 7 минут па сондай сол кино сияқты түсіреді ғой олар бұрында. Бұрыннан, иә. Кішкентай бала түсіретін тағын оны. Ойнап жүреді далада. Сосын бір бұзық балалар ағашты сындырып тастайды. Кішкентай өсіп келе жатқан ағашты. Иә, ана бала барады да оны төбелеседі, ана баламен неге сындырдың деп. Сөйтіп жаңағы бұтақты өзі жөндейді. Сосын енді түсінеді өзінің әлсіз екенін, өзіне жауап бере алмайтын, барады да боксқа қатысады. Сол клипте. Сосын солай боксқа қатысады. Үлкейген кезінде ол уже үлкен боксшы болып отырады. Үйінде, тура сол өзінің кішкентай кезінде тұрған үйінде боксшы болып шығады. Сосын клиптің соңында ол далаға шыққан кезде көп бала шағасы болады, үлкен ата әжелері, жаңағы ағаш емен ағаш болып дәу болып өскен ғой. Сол клип қатты ұнайды маған. Сол әнде. Сол тақырыпты қозайын деген едім. Бұрында клиптар бар шыққан кезде әрбір клип, әрбір қазақтың әртісінің клипі ол кино сияқты болды, сосын естілікке қатты былай жағымды, естілікке қатты қалатын сондай клиптер болған сияқты. Қазір бір аптада бір клип, бір аптада бір контент, бір аптада сонша көп, соның құны жоқ сияқты. Құны жоқ сияқты емес, құны кішкене бұрынға қарағанда азайған. И уже нечем удивить, ожидание никакое. Ну да, очередной клип, очередная такая, очередной контент, который, скорее всего, нужен, не нужен. Қазір мен ойлаймын, бәрі бір-бірінің фокусына таласады. Мысалы, сіз біреудің клипін қарау үшін сіз кәдімгідей оған энергия құртасыз ғой, сіздің назарыңыз кетеді оған, фокусыңыз. Ал қазір жаңағы TikTok зло деп па? TikTok'та 15 секундтық, 20 секундтық видеолар, соған адамдар үйреніп кеткенде, и барлық нәрсені тез көргісі келеді. Ода уақыт жоқ себебі.
тез көргісі келеді. Сол үшін жаңағы фокусты жоғалтып алмас үшін мен ойлаймын андай именно фокусты қалаған әртістер болсын немесе тағы басқасы, олар жаңағы назардың бәрін өзінде қарап тұрғанын қалайды да, сондықтан шығара бергісі келеді деп ойлаймын. Есть что сказать? Давайте тебя послушаем. Что я могу сказать? Асылажем это Рахат Турлыхан? Рахат Турлыхан. Асылажем. Қарақат әбілдин айтатын. Асылажем, ғасыр әжем аңсаған. Там, кстати, тоже күшті клипы. Да? А мне нравится. Қарақат ол жақта ұзатылады. Все, да, тоже помню. Что тебе нравится? Мне нравится, если брать из казахских песен, самая крутая песня мне нравится, которая «Анасы бар адамдар». Ну да. Ешқашан қартаймайды. Да. Такого я еще нигде никогда не слышал. Когда бы это не включили, я все. Все, уже тут готовы. Да. Включается, слезы уже готовы. Менің есімде прям қалатын АБК-ның тобында Тамшылар. Клип тоже такой очень стильный, они стильные. Еще есть ощущение, что вот раньше вот эти вот группы, их было не так много, но они прям... Или это сейчас мы, не знаю, ностальгируем, может быть. Нам сейчас так кажется, что они, знаете, как винтажная же история, когда тебе кажется, блин, что вот они выглядели так круто, так стильно, вот эти их прически, вот эти костюмы, и сам клип, и как группа, как они круто выглядели. Есть такое ощущение. И просто еще есть ощущение детства, потому что ты заходишь, вспоминаешь свое детство, потому что ты действительно ждал эти клипы, ты знал, когда они будут, ты включал казахское телевидение, и контента же мало было. Именно на казахском языке групп мало было. Я вспомнил просто ворвалось, да, вот сейчас сюда. Самый лучший клип, который я видел с песней на казахском языке. Я не помню, как группа называется. Так, сейчас. Өтер көктем, өтер күз. Это Байтерек Байтерек. Блин, вот этот клип, где они там грабят, там где-то какое-то казино, уезжают. Я просто такой, да вы чё, еще и поют классно. И они такие моднявые еще. Я запомнил навсегда. Да. Вот это, я до сих пор слушаю иногда, вот когда ностальгия у меня идет, я включаю. Как там припев? Сен нәзік жүрегімді өзің жылатқан. Да. Ой. Вау, у нас такой ностальгический вечер получился. Да. Еще что можем вспомнить? Диас, что ты помнишь из такого детского, с нашего детства? Кналя, помните это? Бахайком Кналя, блин. Я это, помню, да. вот Байтерек Сен, на самом деле, это моя любимая песня на казахском языке. Потом есть Аппар. Вот тоже. Тыңдашы ән салайын мен. Саған арнап кеш батқан кезде. Вот эти две песни, это мои топовые просто, любимые из детства. Вау. Еще Гаухар, қалай еді, Ақұрбекова ма? Или Гаухар Гаухар Алимбекова. Вот у нее есть клип. Нұр сеуіп шапағат. Там она типа принцесса и бір жігіт какой-то бір ненің ағаштың үстіне мініп бір нәрсе алу керек болады да. И оны тағы бір жігіт жақсы көруші еді. И ана жігіт өлтіріп тастайды жаңағы жігіт. Короче, ана жерде драма и күшті клип. Көрсеңіздер болады. А еще клип был там... Оралш махаббат. Сними такой клип какой-нибудь один. Серьезно, с драмой такой прям. Чуть-чуть, как под старые времена. Еще клип был, там молодая Асель Сагатова играет, Нурлан Минмурат. Блин, Жулдузум, да, Жулайсын. Помнишь этот клип? Там реально молодая Асель Сагатова с Жулдузум. Там какой сын? Әлі алдымызда біздің бақыт толар қолымызға. Ну, блин, вот в этих же песнях там... И душа Асылбек как будто. Еңсепов. Тың-тың-тың-тың-тың-тың. Да, детство. детский композитор. Так, еще что помнится. Ну вот Нурлан Минмурат. Блин, прикиньте, вот они же атраусские, да? Нурлан Минмурат, группа. Блин, вот у нас Ахадош, он вот застал, он не понимает, о чем мы говорим. Парень 2000 года. Нет, Атрал. Один из них. Вот в чем прикол. Один из них, их сын,
участвовал в свое время, если я не ошибаюсь, если я ошибусь, конечно, будет эпик фейл. Раньше был рэп-баттл, где участвовали нынешние все рэперы. Там был Хиро участвовал, там Твердый знак, Скриптонит Найман. То есть был весь казахстанский рэп-баттл. И 2 рэпера вышли из Сатрау, вышли в шубах. Я просто помню, я тогда только начинал фотографировать, и они выходят такие эпичные. Судил тогда Биг Сом, Слим, ну, как обычно, из России, там вот, ну, ребята, Алмати Тагуда Джаз выступал, короче, все казахстанские рэперы. Но выиграли первое место Атраусский пацан, потому что они разорвались со стилем. Тогда выступал Скриптонит и Найман, они вместе выступали. У меня есть даже фотографии, которые я их фотографировал, но я не знал, что, ну, то есть я недавно наткнулся на фотографию, а я свою фотографию узнаю. Я такой, о, я же это фотографировал. А это там в кадре, ну, Адиль и Найман. И они не выиграли тогда. Тогда Хиро я увидел. Хиро зачитал просто Шымкента. Приехал школьник, он 10 класс тогда. Он просто не... Я тогда уже первым выступил, такую планку поднял. Но не победил. Выиграли эти атырауские ребята. И потом я узнал, что один из них сын вот из Нурлан Минмураттан. Вот из них, скорее всего... Вот какая вот династия, да, то есть уже дети читают рэп, и они... Я вот не понимаю, почему они не стали сильными, потому что они делали вот какую-то вот очень такую... Там, короче, харизматичную музыку, так можно описать. Вау, да. Вот, и к чему мы это все? Что есть ощущение, что писалось не так быстро, писалось, если пишется, то это должно остаться каким-то важным наследием в стране. Вот что очень... Я вижу разницу. Я действительно сейчас вижу разницу, потому что сейчас артисты, они круче, да, возможно, технически круто все звучит, но из-за того, что много контента и есть такое ощущение перенасыщения, что, что как будто нам есть, хочется, чтобы мы чуть-чуть отдохнули, посели, подумали, и это должно вот потихоньку, вот псусяхта, да? И выйти должны вот уже шедевры. Ну, это может мое такое уже старперское мнение, не знаю. Ну, у меня такое вот есть ощущение, что как будто музыка вообще поменялась. Не, ну знаешь, также о многих вещах говорят. Раньше дома строили на века, там условно, дороги строили на века, а сейчас все очень быстро-быстро делается. Я думаю, что это просто нам это кажется, потому времени, что это наше да. детство, из-за этого нам тепло кажется, это наше детство. Наверное, да. Только из-за этого. В ретроспективе, когда сравниваешь. Потому что память, ты возвращаешься в это время. Ты как возвращаешься в время своего детства? Это то, что связывает тебя с детством, да? Это музыка, либо фильмы, да? Какие-то вот... Да, вот мы в предыдущем подкасте про Олимпиаду, да, когда говорят слово Олимпиада, у меня там в памяти Олимпиада, первая Олимпиада, которую мы смотрели с семьей в 2000 году, когда мы переехали из Караганды в Алмату, там Бекзат Сатарханов, три боксера получили 3 золота в тот момент. То есть, и ты такой, 2 золота, по-моему. Сразу возвращаешься такой в ностальгию в детство. Короче, такой вот ностальгический вечер получился. И не ожидали, что с Янлик мы будем вспоминать песни нашего детства. Но мне кажется, так даже лучше. Тогда хочу спросить, сейчас, как ты думаешь, через много лет, да, когда уже будут другое поколение и будут другие ребята через лет 20, да, 25, будут, не знаю, там, будут ли подкаст, вот какие-то, ну, придут нам замена, какие новые ребята, и они будут вспоминать и обсуждать то, чем они выросли, какие песни они слушали в школьные годы. Как тебе кажется, каких артистов песни они будут говорить, а вот помнишь вот этот альбом, помнишь вот этот трек? Можешь себя не называть, но... Ну, 91, конечно. 91? Да, в первую очередь. То есть будет ассоциироваться вот с таким же ностальгием, о котором мы сейчас говорим, да, об артистах. 91. Кто еще? ИК, наверное. ИК, который застолбят за собой свое, да, имя? Да. Но 91, это точно прям 91. Да, Молданазар точно. Молданазар. Да, интересно дожить до этого времени и увидеть это, как они будут с ностальгией обсуждать Мне кажется, музыку. Молданазар и 91 олар уже андай алтын
қазына болады ғой, вот сундучок, который прям деп алып шығасың ғой, там апаңның нәрселерін, алтын, сол сияқты болады деп ойлаймын. Сол қазынаның бірі символ. Соған көзіміз жетсін, естуіміз жетсін. Бізде бүгін қонақта болған Еңлік, оның саунд продюсері DLN. Да, Еңлік, очень рады, өте қуаныштымыз біздің студиямызға, біздің замандасымызға бізбен бірге бүгін уақыт бөлгеніңізге. Я почему-то с вами на сіз деп сөйлеймін, потому что какое-то вот чувство уважения как к творчеству, то есть тоже такое почему-то... Мұғалім болған үшін шығар. Мұғалім болғандықтан. Я вообще руку поднимаю. Вот, я очень хочу, чтобы вы действительно застолбили за собой наследие, потому что, мне кажется, у меня есть ощущение, что вы будете тоже наряду с артистами, которых вы озвучили. Все. Это Замандас был, я думаю... Спасибо большое. Смотрите, подписывайтесь на нас, поддерживайте наших артистов. Я всегда это буду говорить. И Рахмет большое. Kәдімгідей президент